Сабақтың тақырыбы, тема урока «Менің қаламым». Менің қаламым моя ручка. Обратите внимание, қалам ручка, а қаламым моя ручка. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Новые слова. Түс, цвет. Қызыл, красный. Қызыл. Жасыл, зеленый. Жасыл. Сары, желтый. Сары. Ақ, белый. Ақ. Қара, черный. Қара. Көк, синий. Көк. Күлгін, фиолетовый. Күлгін. Сұр, серый. Сұр. Есіне сақта, запомни. Қаламның түсі күлгін. Обратите внимание на окончание. Қаламның түсі күлгін. Цвет ручки фиолетовый. Дәптердің түсі жасыл. Цвет тетради зеленый. Ұштағыштың түсі қара. Точилки цвет черный. Оның қаламының түсі көк. Цвет его или ручки синий. Оның қаламының түсі көк. Тыңда, қайтала оқы. 93-ші бет, 93-я страница. Бұл қызыл кітап. Это красная книга. Бұл жасыл дәптер. Это зеленая тетрадь. Бұл қара ұштағыш. Это черная точилка. Бұл қара ермексаз. Ермексаз пластилин. Это черный пластилин. Бұл ақ өшіргіш. Это белый ластик. Бұл күлгін қалам. Это синяя ручка. Бұл көк қалам сауыт. Бұл көк қалам сауыт. Это синий пенал. Оқылым. 94-ші бет, 1-ші тапсырма. Мәтінді оқы, прочитай текст, сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы. Менің үйім дүкеннің жанында. Мой дом возле магазина. Дүкеннің жанында. Возле магазина. Мен дүкенге барамын. Я иду в магазин. Дүкеннен көк қалам, жасыл дәптер, ақ өшіргіш сатып аламын. В магазине куплю синюю ручку, зеленую тетрадь, белый ластик. Менің ұштағышымның түсі қара. Цвет моей точилки черный. Маған күлгін қалам ұнайды. Ұнайды нравится. Мне нравится фиолетовая ручка. Мен оны досыма беремін. Я ее дам другу. Дүкен үйіне жақын ба? Магазин рядом ли с домом? Иә, дүкен үйіме жақын. Да, магазин рядом с домом. Дүкеннен не аласың? Что возьмешь в магазине? Дүкеннен күлгін қалам, жасыл дәптер аламын. Сенде әдемі қалам бар ма? У тебя есть красивая ручка? Иә, менде әдемі қалам бар. Да, у меня
есть красивая ручка. Айтылым 94-ші бет, 2-ші тапсырма. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қой, толықтырып жаз. Вместо картинок вставь нужные слова. Дополни, напиши. Гүлсаяның дәптері бар. Гүлсаяның дәптері бар. У Гүлсаи есть тетрадь. Ернұрдың қарындашы бар. Ернұрдың қарындашы бар. У Ернура есть карандаш. Можете сказать, Ернұрдың сары қарындашы бар. Мен дүкеннен қалам сатып аламын. Мен дүкеннен қалам сатып аламын. Я в магазине куплю ручку. Оның өшіргіші, окончание, оның өшіргіші бар. У него или у нее есть ластик. Менің сөмкемнің түсі көп. Цвет моей сумки синий. Айтылым 95-ші бет, 3-ші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы. Сенің қаламың бар ма? Вы должны уметь задавать вопросы и отвечать на них. Сенің қаламың бар ма? У тебя есть ли ручка? Менің қаламым бар. Менің қаламым бар. У меня есть ручка. Оның түсі қандай? Цвет ее какой? Оның түсі күлгін. Цвет ее фиолетовый. Оның түсі күлгін. Сенің сөмкенің түсі қандай? Цвет твоей сумки какой? Менің сөмкемнің түсі көк. Менің сөмкемнің түсі көк. 95-ші бет, 4-ші тапсырма. Суреттердің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Вместо картинок нужно ставить слова, написать. Мен дүкеннен қызыл дәптер сатып алдым. Я в магазине купил красную тетрадь. Мен дүкеннен көк қалам сатып алдым. Я в магазине купил синюю ручку. Мен дүкеннен сары өшіргіш сатып алдым. Я в магазине купил желтый ластик. Мен дүкеннен жасыл сызғыш сатып алдым. Я в магазине купил зеленую линейку. Мен дүкеннен ақ сөмке сатып алдым. Я в магазине купил белую сумку. Мен дүкеннен көк қаламсау сатып алдым. Я в магазине купил синий пенал. Мен дүкеннен қара кітап сатып алдым. Я в магазине купил черную книгу. Мен дүкеннен көк ұштағыш сатып алдым. Я в магазине купил синюю точилку. Давайте мы скажем фиолетовую точилку. Мен дүкеннен күлгін ұштағыш сатып алдым. Но здесь вот этот цвет второй, про қалам, да, цвет похож на фиолетовый. Можете здесь поставить фиолетовый цвет. Мен дүкеннен күлгін қалам сатып алдым.